Аса қамқор, ерекше мейірімді Алла тағаланың атымен бастаймын. Күллі мадақ пен мақтау барша ғаламды жаратқан Аллах тағалаға тән. Сізді жоқтан бар еткен, сұраған дұға тілегіңізді қабыл етіп, таудай болған күнәңізге кешірім берген. Таусылмайтын шексіз құдірет иесі Алла тағаланың өзіңізді жақсы көргенін қалайсыз ба? Ендеше сіз де осындай жан болыңыз. Үнемі жақсылықта жарысатын адам болыңыз. Алла жолында мал дүниелеріңді жұмсаңдар, өздеріңді өз қолдарыңмен қауіп қатерге салмаңдар. Әрі игілік істеңдер. Шын мәнінде Алла ықылас пен игілік істеушілерді жақсы көреді. Бақара сүресі. Алла тағала адамдар арасында көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын беретін жомарт құлдарын айрықша жақсы көреді. Мұқтаждың мұңын бөлісіп, кем-кетікке қарайласу, мал-мүлкін Алла жолында жұмсау, қоғам арасындағы қайырымдылықты арттырып, бақытты өмір сүруге жетелейтін ізгі амалдардың бірі. Өз қатесін мойындап, Алладан кешірім сұрайтын адам болыңыз. Анығында Алла істеген күнәсіне шынайы өкініп, өзіне бойсынуға қайтушыларды, тәубе етушілерді жақсы көреді, тазарушыларды жақсы көреді. Бақара сүресі. Бір күннің өзінде ісімізбен де, тілімізбен де, біліп те, білмей де көп қателік жіберетініміз анық. Мейірімі шексіз Алла тағала өз қатесін мойындап, шын өкініп, өзіне истиғфар айтқан құлдарын жақсы көреді. Аллаға тәуекел еткен адам болыңыз. Егер қандайда бір іске бел бұсаң, бір Аллаға тәуекел ет. Расында Алла тәуекелшіл құлдарын жақсы көреді. Әли Имран сүресі. Аллаға тәуекел қылу барлық іс-қимылдарымыздың барысы мен оған нәтижесін тапсыру. Тәуекел қылған адам ниет қылып бастаған жұмысының нәтижесі Алланың қолында екеніне толық иман еткен кісі. Әділетті адам болыңыз. Ал олардың арасында билік айтсаң, әділ үкім шығар. Расында Алла әділетті жандарды жақсы көреді. Мәида сүресі. Әділдік ұлы қасиет, оның ұлықтығы. Ол Алланың көркем есімдерінің бірі Ал-Адыл. Алла өз әділдігінен иманды және имансызды ризықтандырды. Көптеген елшілер жіберді, кітаптар түсірді. Адасқан, қателескен адамға тәубе есігін ашып қойды. Туралыққа жол сілтеді. Ешкімді алдын ала ескерту жібермей тұрып жазаламайды. Тақуа адам болыңыз. Алла өзіне қарсы келуден барынша сақтанатын, уәдеге берік, тақуа жандарды өте жақсы көреді. Тәубе сүресі. Иә, егер өзіңізді Алла тағаланың жақсы көргенін қаласаңыз, тақуа құлдарының қатарынан болыңыз. Тақуалық дегеніміз Алла тағалаға бойынсынып, шариғатқа сай тіршілік ету, күнәден сақтану. Шыншыл адам болыңыз. Әркез қара қылды қақ жарғандай тура болыңдар. Өйткені Алла турашылдарды жақсы көреді. Хужурат сүресі. Яғни бір нәрсе айтсақ, өтірік қоспай, дұрыс сөз сөйлеу. Өтірік айту күнәлардың ең жаманы, кемшіліктердің ең нашары, көңілдерді қарайтатын бүкіл жамандықтардың басы. Басқаның ақысына кірмейтін адам болыңыз. Алла әділдікке, адам құқығына ерекше мән беретіндерді жақсы көреді. Мумтахана сүресі. Тіпті бізді Алланың разылығын алуға итермелейтін игі ынтамыз бен үмітіміз бола тұра, біздің мақсатымыздан алыстатар сипаттарымыз да бар. Алла тағала мынандай адамдарды жақсы көрмейді. Алдымен Құранда келтірілген солардың бірнешеуімен танысайық. Бірінші, Аллаға әрі пайғамбарға бой ұсыныңдар, егер олар бет бұрса, сонда Алла қарсы болушыларды сүймейді. Екінші, өздеріңмен соғысқандармен Алла жолында соғысыңдар да шектен шықпаңдар. Негізінен Алла тағала шектен шығушыларды жақсы көрмейді. Үшінші, олар жер жүзінде бұзықтыққа тырысады. Алла бұзақыларды жақсы көрмейді. Төртінші, бір жамандықтың жазасы өзіндей ғана жамандық. Сонда кім кешірім етіп жарасса, онда оның сыйлығы Аллаға тән. Күдіксіз ол залымдарды жақсы көрмейді. Бесінші, Алла тағалаға құлшылық қылыңдар. Оған еш нәрсені ортақ қоспаңдар. Және әке-шешеге, жақындарға, жетімдерге, міскіндерге, жақын көршіге, бөгде көршіге, жан жолдасқа, жолда қалғандарға және қол астындағыларға жақсылық қылыңдар. Негізінен Алла тәкаппар, мақтаншақты жақсы көрмейді. Алтыншы, өздеріне кесір істегендер үшін сөз таластырма. Өйткені Алла қаралықшыл күнәкарды жақсы көрмейді. Жетінші, Алла тағала жаман сөздің жарияланып сөйленуін жақсы көрмейді. Бірақ зұлымдыққа ұшыраған біреудікі басқа. Алла әр нәрсені естиді, біледі. Сегізінші, әй адам балалары,
әрбір құлшылық орында зейнеттеріңді алыңдар, киініңдер. Және жеңдер, ішіңдер де ысырап етпеңдер. Күдіксіз Алла ысырап етушілерді сүймейді.